бір қыздарға айтатын нәрсем, күйеуге шықпай жүрген қыздарда, орыстар айтады ғой, горе от ума деп. Өте ақылды қыздар. Мына ер азаматтар көбінесе өздерінен кішкене ақылы төмендеуді жақсы көреді. Мықты қыздардан қорқады, психологиялық тұрғыдан. Мысалы, өзінің қасынан өзі біреуді аяласа, өзі біреуге қорған болса, өзі біреуді жетелегенін қалайды. Ол ер азаматтың табиғатынан, ол сонау үңгірдегі адам ата Хауаның заманынан әйел адамды нәзік қылдырып, ер адамды қабырғасынан жаратқан. Сондықтан менің ойымша қыздарға кішкене, жаңағы мен де бұрын университетте сабақ бергем, бізде шынымен 40-50%-ке дейін қыздар күйеуге шықпайтын болатын, жаңағы жұмыста қыздар кандидатский қорғайды, ғылымға кетіп қалады көбінесе, қызметпен сонымен уақыт өтіп кетеді. Сондықтан осы көріп отырған қыздарға айтар едім, кішкене жаңағындай умная дурочка дейді ғой, орысша айтқанда. Сондай бір құралағаным, мен мына жерде сізді тыңдап отырып, өзі шок болып тұрмын. Сіз не девасыз? Халықтың алдында кішкене ұялсаңызшы. Сонда сіз күйеуіңізден ақымақсыз ба? Мен ба? Ақымақ емеспін, бірақ ақымақ қылып көрсетемін өзімді. Күйеуіңізді алдаватсыз ба, халықты алдаватсыз ба? Жоқ, мен күйеуіме мысалы өзімнің... Жоқ, ақымақ болмай, ақымақ болып көріну арқылы бұл алдау емес па? Енді кез келген әйелді қылығы бар ғой, мен өте серьезный, мен ондай әйелдердің бір бақытты әйелді көрмеппін. Сіз мына жерде бір сағат бойы ойбай оқыңдар, білім алыңдар, бапшыға бармаңдар, нумерологқа бармаңдар десіз, сөздің соңында ақылды болмаңдар, докторский оқымаңдар, кандидатураға айналысыңдар. Жоқ, кандидатский қорғаңыз. Сіз сияқты адамдар біздің жалпы қыздардың, қыз келіншектердің санасын принципиально төмен түсіріп жатыр негізі. Білесіз ба сіз? Мен сізді оқыма деп айтып жатқан жоқпын. Сіз қыздарға айтып жатсыз. Горе атыма деген сөз. Бұл жерде Құралай ханым мен өте чересчур серьезный. Қылықты айтып отыр, әйелдік қылықты айтып отырмын, әйелдік қылықты. Мысалы, қатып қалма, ер мінезді болма, керісінше нәзік бол, өзіңнің қылығыңды көрсет. Одан кейін ер кісілер онда әлсіз қыздар жақсы емес, ер кісілер өзімен теңдей сөйлесе алатын, білімді оқыған, көзі ашық қыздар жақсы көреді. Сонда егер әйел кісі өзіне күйеуінен төмен болатын болса, ол ер кісінің көзі, назары әрдайым сыртта болады. Өзімен қызық сөйлесе алатын, әңгімелесетін қыз келіншектерді іздейді. Неге қыз келіншектер ақылды бола тұра ақымақ көріну керек, оқыған бола тұра білімсіз көріну керек. Инабатты деген сөзде еркекке қарсы келмеу. Біздің менталитетте бар ол нәрсе. Мысалы, сізге менмен деп және ұрысқа келгенше, сізді кім ақыл дей салғанда болады ғой. Біле тұрам. Мысалы, сіз еді әрқашан дұрыс сөйлемей, бір қателесіп қалсаңыз, сізді кім ақыл дұрыс дейсап, комплимент айта салса, енді ол сол кісі соны айтып тұр деп ойлаймын. Енді жаңағы бұл жердегі мәселе қыз келіншектер қазір білім қуып ұстану керек. Оқитын адам оқу керек, білім алатын білім алу керек. Күйеу бұл әулие емес, періште емес. Ол қателесуі мүмкін, ол дұрыс емес жасауы мүмкін. Оның қасында сүйікті жар ретінде ең жақын адамыңызға сен мына жерің дұрыс емес, былай істемеу керек деп айта алмайтын болса, не үшін бір-біріне еріңіз айтып? Сіздің пікіріңізше, яғни күйеуге табынудың қажеті жоқ дегенге келтіріп отырсыз ба? Күйеуге табынудың керегі жоқ, еркекке табынудың керегі жоқ. Күйеу мен әйел әрдайым екеуі бірдей және тең құқылы. Еркін пікір алмасылады, еркін сезім алмасады. Бір-бірімізді алдап, кішкене дурочка бола тұрайын, кішкене ақымақ бола тұрайын деп ондай бір рольдерге кірудің керегі жоқ.